Баялдыны өте дәмді етіп қуыратын боламыз. Ол үшін баялдыны сыртқы қабығынан тазартып аламыз да 3 бөлікке бөлеміз. Және осы кесілгеннің жоғары жағынан 5-10 см қалдырып, осылай тіліп шығамыз. Кейін қазанымызға салып, бір шай қасық тұз салып, оны 2 минут қайнатып, қағаз майлықтарға түсіріп аламыз. Баялды аздап суығанша бір ыдысқа жұмыртқамызды салып, әдемілеп бір араластырып, горчицаның дәнегін немесе өзін салсаңыз да болады. Қара бұрыш, тұз қосып, бір ас қасық қаймақ қосып араластырып аламыз. Екінші ыдысымызға сухарики, ұн және ұнтақ жарма, кептірілген сарымсақ және паприка қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, баялдыны кезекпен кезек алдымен ұнға, кейін осыны да қоспаға салып, дәл видеодағыдай қуырып шығамыз. Дайын болған баялдыны қаймақпен ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар.